Сәлем достар, бүгін сіздермен дастархандық мерекелеріңіздің сәнін келтіретін шырша салатын рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: тұздалған қияр, ет, жұмыртқа, сәбіз және картоп қажет болады. Етті ұсақтап турап аламыз. Сосын тұздалған қиярымызды да көбіктап турап аламыз. Сосын жұмыртқамызды алып, оны үккіштен өткіземіз. Сосын достар, біз картопымызды пюре ретінде езіп саламыз. Оның картопты пюре қылып істеп салғаным кадрға түспей қалыпты. Пюре жасауды барлығыңыз білесіздер. Сол картопты пюре етіп салатқа қосамыз да майонезбен араластырамыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Енді ол салатты 3 бұрыш шырша формаға келтіріп аламыз. Ал енді салатымыздың бетін әсемдеуге келеміз. Мен тұздалған қиярмен әсемдеп шығамын бетін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроппен әсемдесеңіздер өте әдемі шығады. Және жасыл түсті жемістермен де әсемдесеңіздер өте әдемі шығады достар. Сосын мен төбесіне сәбізден жұлдызша жасап, төбесіне сәбізді қойдым. Ал енді оның ортасына сәбізді және де кішкене қызыл салаттарды арасына тамызып қойдым. Сіздер әртүрлі жемістермен де әсемдесеңіздер болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатынына және әсем болатынына, дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне мен кепілдік беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.